Итімнің аты сыйлық, 2021 жылғы күшік. Не себепті атын сыйлық деп қойдыңыз? Сыйлыққа берілді ма? Бұны бұл бір досым сыйлаған, өте жақын досым. Сыйлық енді сізді қуантып сізге сыйлық беріп жүрген сияқты. Аллаға шүкір. Барған жерімізден бос қайтып жүрген жоқпыз. Ауыл партиясын жасаған жарысында, ұрғаштазлар арасында 3-ші орынға иеленді. Қалай дайындайсыздар? Не тамақ бересіздер? Тамақ бергенде енді қыста ет жейді, жазда кішкене жеңіл тамақ береміз. Бірақ мен жазда тамақ аздығынан иттерге кәдімгі тамақ пісіріп береміз. Рожки деген сияқты. Сіздің қанша тазыңыз бар? Менде 3 тазым бар. Кішкентай кезімнен келатыр бірге өсіп. Енді сіздің мақсатыңыз қандай қазір таңда? Тағы бір жарыстар бар еді, татын деп па. Кішкентай кезіңізден бері айналысасыз ба? Кім үйретті сізді негізі бұл салаға? Қаммен келген деп ойлаймын өзім. Әкеміз кезінде жылқы баққан, жүгірткен, содан келген ғой. Ұқсап тудым ба, әке жолын қудым ба, еліктірген әуені, көлде қазды қудым ба, соншалықты әдемі салдыр үні судың да.